Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабағымызды, бүгінгі жаңа сабағымызды бастаймыз. Көңіл күйлерің қалай? Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Онда бүгінгі сабағымыз, балалар, ерекше болайын деп тұр, өйткені қарастыратын жаңа ақпарат, жаңа сабағымыздың мазмұнында өте жақсы бір маңызды ақпараттар бар. Сондықтан бүгінгі сабағымыз өте қызықты өтеді деп ойлаймын, және сендерге сәттілік тілеймін. Балалар, біз өткен сабақта ядролық реакциялардың өткен болатынбыз. Радиялық реакциялар кезінде массаның және зарядтың сақталу заңы орындалатынын, ядролық байланыс энергиясы, меншікті байланыс энергиясын оқып үйрендік. Ал енді осы тақырыпқа аздап шолу жасайықшы. Ең бірінші сендерге реакция тізбегі деген ойынды беріп тұрмын. Яғни бұл ойынның тәртібі бойынша әрбір 6 реакция берілген, 6 реакцияда бір жетіспейтін элементтер немесе элементар бөлшектер тұр. Сол элементар бөлшектерді немесе туындаған жаңа ядроларды атап өтулерің керек. Бірінші ядрода плутоний, міне қараңдар, альфа ыдырауға ұшырайды, нәтижесінде қандай жаңа ядро пайда болады екен? Айтсам бола ма? Болады, айта ғой. 94-ші плутоний элементі альфа ыдырауға ұшыраған кезде, нәтижесінде 92-ші тұрған уран изотопы пайда болады. Дұрыс. Әр қарата уран изотопы, міне қараңдар, мына жерге алып. Екінші реакцияға келесіңдер, кім жауап береді? Қандай ыдырауға ұшырайды уран атомы ядросы екінші реакцияда? Кім айтады? Болады, айта беріңдер. 238-ші уран ядросын альфа бөлшектермен сөйлендірген кезде торий элемент түзіледі. Торий элементі мен альфа бөлшегі түзіледі. Яғни уран атомы ядросы альфа ыдырауға ұшырайды екен, нәтижесінде торий элементі. Дұрыс. Енді альфа бөлшекті мына жерге азотпен атқандай не болады, жалғастыра ғой. Бұл жерде 7-ші тұрған азотты альфа бөлшектен атқылаған кезде нәтижесінде бір протон және оттегі атом ядросы пайда болады. Дұрыс. Оттегі атомы ядросы және қандай элемент дедің? Азотты немен атқылаған кезде? Альфа бөлшектен атқылаған кезде. Және мына жерде не пайда болады? Бір протон. Бір протон пайда болады. Дұрыс. Келесі 4-ші тізбекті кім айтады? Литийді немен атқылаймыз? Айта ғой. Айта ғой. Біз үшінші тұрған литийдің атом ядросын біз протондармен атқылаған кезде, нәтижесінде бізде 2 альфа бөлшек пен 2 альфа бөлшек пайда болады, яғни 2 атом гелий атом ядросы. Дұрыс айтасың. 2 альфа бөлшек немесе 2 гелий атомы ядросы пайда болады. Алюминийді 1 альфа бөлшекпен атқылаймыз, нәтижесінде не болады? 5-ші тізбекті кім айтады? 5-ші реакция. Айта ғой. Осы альфа бөлшекпен гелий атомы ядросын 13-ші тұрған 27-ші алюминий изотопын атқылаған кезде химиялық ядролық реакцияның нәтижесінде 1 нейтрон және 15-ші тұрған 30-ші изотоп фосфор пайда болады. Дұрыс. Енді осы нейтронмен 92-ші тұрған атом ядросын, 6-шы реакция айта ғой. Нейтрон мен уран 235 ядросын атқылаудың нәтижесінде уран 236 ядросы түзіледі. Ал осы уран 236-шы ядросы өз кезегінде барий, криптон және 3 нейтронға ыдырайды. Дұрыс, балалар. Яғни сендер өткен сабақтағы алған білімдеріңе сүйене отырып, массаның және зарядтың сақталу заңдарын біле отырып, реакцияларды теңестірдіңдер. Яғни сақталу заңдарын негізге ала отырып, 6 реакцияны жазып шықтыңдар. Назар аудар 6-шы реакцияға, балалар. Бүгінгі 6-шы реакция бүгінгі сабақтың ең негізгі реакциясы болып табылады. Сондықтан 6-шы реакцияны есіңе сақтай қой. Келесі балалар айтқан жауаптарың міне тақтада тұр. Міне тақтада тұр. Естеріңе көздері көру арқылы естеріңе сақтаңдар. Өте дұрыс айтты балалар мына жерде міне. Естеріңе сақта. Келесі. Балалар, жаңа өтпес үшін ең бірінші осы сурет арқылы бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы және мақсаттары қандай болатындығын өздерің анықтайсыңдар. Осы суреттерге қарап отырып. Балалар, қазір осы суреттерге қарап отырып, еске түсіресіңдер. 3 сурет тұр, алғашқы 2 сурет, одан кейін 3-ші сурет. Қандай оқиғалар естеріңе түседі?
Менің ойымша, бұл бірінші және екінші сурет, ол Нагасаки және Фукусимадағы атом электростанциядағы авариялар. Так, мына жерде бірінші сурет Фукусима АЭС-дегі авария, иә, ал екінші сурет Жауап берсем болады ма, апай? болады Мен екінші екінші сурет. суретте ақштың Жапония қалалары Хиросима мен Нагасакиға атом бомбаларын тастауын көріп тұрмын. Бейнеленген, иә, дұрыс. Ал үшінші суретте балалар, кім айтады? Үшінші суретте не бейнеленген? Жауап берсем болады? Болады, Димаш, айта бер. Үшінші суретте тізбекті бөліну реакциясы көрсетілген. Дұрыс. Онда мынандай сұрақ балалар. Осы факттер мен суреттерді қолдана отырып, бүгінгі сабақтың тақырыбына байланысты бола ма осы факттер мен трагедиялар? Мысалы, мынау трагедия, мынау жарылыс, мынау тізбектегі реакция. Бүгінгі сабақтың тақырыбын мен мақсатын ашу үшін осыны байланыстыршы бүгінгі сабақтың тақырыбына. Жауап бере ғой. Менің ойымша, осы бүкіл үш жағдайда ауыр атом ядролар бөлінеді. Дұрыс. Бөлінуін қарастырамыз, дұрыс айтасың. Тағы да кім айтады? Айтайыншы. Болады, айтуға болады. Менің ойымша, осы суреттерге қарап, біз тізбекті реакция қалай жүзеге асатынын қарастырамыз. Дұрыс. Тағы да кім айтады? Апай. Әсет айтқысы келіп отыр, Әсет. Мен айтып көрейінші, апай. Айтып көр, айта ғой, Әсет. Жалпы біз қазір физикадан, ядролық физиканы оқып жатырмыз. Меніңше мынау суреттерді бақылай отырып, бүгінгі тақырып уран ядросының бөлінуі атомдық электростанциясында қолдануымен тығыз байланысты деп ойлаймын. Өте жақсы, Әсет, өте жақсы. Тағы да кім айтады? Айта ғой. Ядролық қаруда ядроның бөліну кезіндегі ядролық энергияның қолданылуы болуы мүмкін бе? Дұрыс. Яғни сендердің айтқан мәліметтерің бойынша бүгінгі сабақтың тақырыбы және мақсаттары айтылды. Яғни көрейік бүгінгі сабақтың тақырыбы ауыр ядролардың бөлінуі, тізбекті ядролық реакция және ядролық реактор. Яғни бүгінгі тақырып осылай болады екен. Яғни сендердің болжамдарың өте дұрыс болды. Енді кірісейік сабаққа. Мақсатымыз тізбекті ядролық реакциялардың өту шарттарын сипаттау, ядролық реактордың жұмыс істеу принципін сипаттау. Кітаптарында ашыңдар. Қазір оқулықтағы 226-227 бетті ашып, жаңа сабақтың мәтінімен танысамыз. 227 беттегі химиялық реакцияны қарастырыңдар, және ол реакцияны алғашқы слайдтарда да көрсетіп кеттік жаңа. 227 беттегі 2-ші, 3-ші, 4-ші абзацты оқыңдар, танысыңдар және жауап беруге тырысуымыз. Қазір осы механизм, яғни уран ядросының бөліну механизмін физикалық құбылыс қалай өтеді екен, соны жауап беруге тырысамыз. Оқи қойыңдар. Оқып танысқандарың өте жеңіл болса материал, маған реакция көрсете ғой. Сабақты оқып, жаңа ақпаратты оқып бітіргендерің маған реакция көрсете ғой. Дұрыс, міне. Ақбота, Еркежан, Нұрғиса, Айзия, Сағи бітірді, Таймерис. Бастаймыз онда. Сұрағымды бастаймын. Балалар, мына суретке қарап отырып, уран ядросы, қараңдар. Уран ядросының бөліну механизмі бүгінгі сабақтың ең негізгісі болып табылады. Яғни осы сурет арқылы қалай түсіндіруге болады? Кім жауап береді? Болады, Сағи, түсіндіре ғой. Мына суретте көрсетілгенде біз уранды тамшы моделіне сәйкес қарастырып, оны нейтронмен атқылайтын болсақ, нәтижесінде ядро нейтронды жұтып алады және қозуының арқасында көріп отырғанымыздай пішінін сопаққа айналдыра бастайды, яғни деформацияланады. Кулон күштері ядролық күштерден мықтырақ болып, ядро екі бөлікке бөліне бастайды. Сонымен қатар, кулон күштерінің арқасында бөлінген жарықшақтар жан жаққа өте жылдам ұша бастайды және сол жақта көрсетілгендей гамма сәулелері де түзіледі. Осы реакцияның нәтижесінде екі жарықшақ, ал олар Менделеев кестесінің ортасында орналасқан элементтер және 2-3 нейтронда бөлінеді. Нейтрондардың жылдамдығын азайту мақсатында байытқыштар қолданылады және соның арқасында жылдамдығы азайған нейтрондар басқа уран ядроларына барып қосылады.
осылайша реакция жалғаса береді. Дұрыс, өте жақсы. Яғни екі жарықшақ пайда болады деп тұрсың, екі үш нейтрон пайда болады деп тұрсың. Ол жарықшақтар Менделеев таблицасының қай жерінде орналасқан екен сұрақ? Ортасындағы элементтер. Ортасындағы элементтер, дұрыс, өте. Сағидың айтқанына, жаңа ақпаратына кім кері байланыс жасайды, балалар? Кері байланыс кім жасайды? Айта ғой. Менің ойымша, Иә. Сағи барлығын толық айтты. Қосып айта кетерім жоқ, барлығы түсінікті болды. Так, мен де сұрақ қоям онда. Нұрғисаға сұрақ қоям. Нұрғиса, мына жерде екі тамшы бір уран изотопы тұр, сол екі сопақтау екі тамшыға бөлінді. Сол кезде қай күштен артып кетті? Бұл жерде екі күш бар. Екі ядроны бір-біріне тартып тұрған кулон күшінен біздегі тартылыс күші азая бастайды. Себебі біздегі ішіне кірген нейтронның тебіліс күші өте қатты үлкен болды. Көбейіп кетті. Тебіліс күші, кулондық тебіліс күші көбейеді, ал ядролық күш не істейді? Жеңіп кетеді. Кулондық тебіліс күш ядролық күшті не істеп кетеді? Жеңіп кетеді. Өте жақсы. Тағы да Айзия кім айтқым келіп отыр деді жаңа? Тағы да айта ғой, кері байланыс кім айтады? Қыз бала көтерді қолын. Көтере ғой, айта ғой. Жарайды. Келесі. Балар, міне уран ядроның бөліну реакциясы, яғни жаңағы ең бірінші тапсырмада өткен сабақты қайталаған кезде 6-шы тізбекке назар аудар дедім. Осы 6-шы тізбектегі бүгінгі уран ядроның бөліну реакциясын кім түсіндіреді мына жерде? Мен түсіндірсем бола ма? Түсіндіре ғой Нұрғиса. Біз бұл жерде екі реакцияны көріп тұрмыз. Екеуінде де уранның 235-ші изотопын баяу нейтрондармен атқылағандағы ядронан ыдырауы шығып тұр. Енді әрқайсысын талдайтын болсақ, біріншісінде бізде 56-шы тұрған барий мен 36-шы тұрған криптон және де 3 нейтрон түзілген екен. Бұл жердегі барий, криптон және де екінші реакцияда лантан және де бромның түзілуі, ол баяу нейтронның ядроға кіріп, оны екі жаққа бөлгендегі кейбір протондар мен нейтрондардың тең қатынасты бөлінбеуіне сәйкес келеді. Сонымен қатар бұл екі неден басқа тағы да осы орта шенінде орналасқан элементтердің кейбір жұптары түзілуі мүмкін. Ал үшінші және екі жылдам нейтрондардың түзілуі, ол бізде ядроның ішкі энергиясының осы нейтрондарға берілуінен пайда болады. Сөйтіп олар жарылыс орын алғанда атқылап кетеді. Өте тамаша, құнды пікір болып тұр. Өйткені Нұрғисаның айтқаны балалар бүгінгі сабақтың ең маңызды тұсы болып тұр. Яғни бұл реакция есіңде қалу керек сенің. Уран ядросының бөліну реакциясы. Балалар, келесі, мына жерде келесі реакция тақтаға назар аудар. Уран 235-ші ядросын бір нейтрон қармап алған кезде Менделеев таблицасындағы орта шенінде барий және криптон элементі пайда болады екен туынды ядроға, және 3 нейтрон бөлініп шығады, және 200 мегаэлектрон вольт орасан зор энергия бөлініп шығады. Және Сағи айтпақшы гамма қысқа электромагниттік толқын бөлініп шығады. Ауыр ядролардың меншікті байланыс энергиясын орта ядролардың байланыс энергиясымен салыстырсақ, онда ауыр ядролардың меншікті байланыс энергиясы орта ядролардың байланыс энергиясын 1 мегаэлектрон вольтқа аз болады екен. Сондықтан бұл реакцияның ерекшелігі тура осында болып тұр. Сондықтан уран атомы ядросының энергетикалық тиімділігі оның орасан зор энергияны бөліп шығуында екен. Келесі балалар, мына суретке қарап отырыңдар. Бұл суретте естеріңде сендердің уран атомы ядросы бөлінген кезде Менделеев таблицасының орта шеніндегі элементтер: криптон, барий, ксенон, стронций, цезий, рубидий, барий, криптон, цезий, рубидий, криптон, барий сияқты элементтер бөлініп шығумен қатар тағы да нейтрондар бөлініп шығады екен. Және әрбір тізбек не болады балар? Мына бір буын, екінші буын мына буын болады, үшінші буын мына буын болады. Сонда бір тізбекте бірнеше буындар қосарласып жүреді екен. Әрбір буында жаңа ядролар пайда болады және жаңа нейтрондар пайда болады. Келесі. Балар, сендерге таңертең мен бағалау парағын, жұмыс парағын таратқан болатын. Сол жұмыс парақты сендер қазір алып толтыра бастайсыңдар.
Бірінші тапсырма сындық масса. Қолыңа ручка ал, принтерден шығарып алғансың бұл тапсырманы, ручкамен әрбір сұраққа жауап беруге тырыс. Бұл тапсырмада 4 сұрақ тұр. Оқулықты пайдалан, сұрақтарға жауап бер және тірек конспектісін толтыр. Яғни жаңағы бағалау жұмыс парағын толтыра қой. 1 минуттан аз уақыт берем балалар, жарты минут беремін. Бастаңдар. Қолыңа ручканы ал. Бастаймыз. Тезірек. Кітап оқулықты пайдалана отырып, бірінші нейтрондардың көбею коэффициенті дегеніміз не? Кім жауап береді? Жауап берсін болады ма? Жауап бере ғой. Бұл жерде нейтрондардың көбею коэффициенті деп реакцияның қандайда бір нақты кезеңінде пайда болған нейтрондар санының оның алдындағы кезеңдерде пайда болған нейтрондар санына қатынасын айтамыз. Дұрыс. Яғни оны біз қандай әріппен белгілейміз? Нейтрондардың көбею коэффициентін? Біз К әріпімен белгілейміз. Дұрыс. Екінші, рахмет. Келесі, екінші сұраққа кім жауап береді? К1-ден үлкен нейтрондардың көбею коэффициенті 1-ге тең болғанда және К1-ден кіші болған кезде кім жауап береді? Айта ғой. Жауап бере ғой. Яғни нейтрондардың көбею коэффициенті 1-ден кем болса, онда реакция жүрмей, ол өшіп қалады. Егер ол 1-ге тең болса, басқарылатын стационар тізбекті ядролық реакция жүреді. Ал 1-ден үлкен болса, ол лезде жарылып кетеді. Яғни ол атом бомбасының режимі болып саналады. Яғни К1-ге тең болған кезде жылдамдығы тұрақты болады, реакция басқарылатын реакцияға айналады. К1-ден кіші болса, реакция тоқтап қалуы мүмкін. Үлкен болса, К1-ден үлкен болса, онда реакция басқарылмайтын реакция, яғни ядролық жарылыстың режимі басталып кетеді дейсің. Өте жақсы. Келесі, сындық масса дегеніміз не? Мен жауап беремін. Жауап бере ғой. Сындық масса дегеніміз ол тізбекті реакцияның жүруін қамтамасыз ететін ядролық отынның ең минималды массасы. Мысалы, ол уран-235 элементінің сындық массасы 50 килограммға тең. Дұрыс айтасыңдар. Келесі, басқарылатын тізбекті реакцияның жүруін қамтамасыз ететін шарттар және тізбекті реакция дегеніміз не? Жауап бере ғой. Басқарылатын тізбекті реакцияның жүруін қамтамасыз ететін 2 шарт бар. Ол дегеніміз, ол нейтрондардың көбею коэффициенті әрдайым 1-ге тең болып тұру керек. Және де тізбектік реакция кезіндегі сындық массадан атом ядросының массасы төмен түсіп кетпеу қажет. Дұрыс. Бірінші тапсырмаға кім кері байланыс жасайды? Так. Мен ойымша барлығы да түсінікті болды бірінші тапсырмада. Түсінікті болды. Өте жақсы, рахмет. Онда келесі тапсырмаға кете берейік. Сындық массаның анықтамасы тұр мына жерде. Балалар, екінші тапсырманы қараңдар. Жұмыс парақтарында екінші тапсырма тұр. Ядролық реактор. Яғни бірінші балалар, ядролық реактор дегеніміз қандай құрылғы, соған жауап берулерің керек, және ядролық реактордың негізгі бөліктерін жазу керек. Жазып шыға ғой. Уақыт беремін. Кітаптарыңда тұр. Кітаптарыңды аша қойыңдар. 229 бетте түгел негізгі элементтер. Соны алып, қайсы бірінші элемент аты қандай, екінші элементтің аты қандай түрін жазып шығасың. 5 элементті, 5 негізгі бөліктерін жазып шығасың. Сұрақ, кім жауап береді? Болсаң, жауап бере ғой. Болсаң, я Димаш жауап бере ғой. Бірінші ол бізде уран немесе плутоний отыны болып келеді. Ядролық отын, екінші. Ядролық отын. Екіншісі ол бізде баяулатқыш. Баяулатқышқа су мен графит жатады. Екіншісі жылу тасымалдағыш емес па, балалар? Екінші жылу тасымалдағыш, су немесе сұйық натрий. Екіншісі жылу тасымалдағыш. Жылу тасымалдағыш. Натрий және су тасымалдағыш. Жылу тасымалдағыш. Үшінші не? Шағылдырғыш. Дұрыс айтасың, нейтрондарды шағылдырады, яғни өте жылдам нейтрондарды сыртқа шығып кетпес үшін шағылдырғыш. Төртінші реактордың корпусы.
Так, бесінші. Графит сырығы. Өте жақсы. Ол Келесі. бордан да кадмийдан да істелінеді. Тамаша, тамаша. Енді міне ядролық реактордың негізгі элементтері тақтада тұр. Бұлар ана суретпен ешқандай несі жоқ, байланысы жоқ. Есіңе сақта. Ядролық отын үш түрлі болуы мүмкін. Екінші, нейтрондарды баяулатқышқа су графит жатады. Реттегіш өзекке кадмий графит жатады. Біліктер дейді, немесе стержень деп айтады реттегішті өзектерді. Жылу тасымалдағышқа су, сұйық натрий және қорғаныс қабаты. Үшінші тапсырманы назар аударыңдар балалар. Үшінші тапсырма атом электр станциясының конструкторлары боласыңдар. Яғни осы тапсырмада сендер осы 5 блокты пайдалана отырып, оларды белгілі бағыты бар стрелка немесе бағытшалармен, тілшелермен жалғастыра отырып, АЭС-тің сызбасын құрастырыңдар. Оның жұмыс істеу принципін түсіндіресіңдер сосын. Қолдарыңа ручка алыңдар немесе карандаш алыңдар. Карандашпен блоктарды жалғастыра отырып, АЭС-тің сызба нұсқасын құрастырыңдар. Ал егер неде жасасаңдар, компьютерде жасасаңдар, оған да рұқсат теру арқылы. Кім болды балар? Кім жауап бере алады? Кім өзінің жұмысын жібере алады? Мен жауап беріп көрсем болады. Демонстрация саған беріліп тұр. Кім жауап беріп тұр? Темірлан, көрсете ғой. Көрсете ғой, Темірлан. Бұл жерде атом электростанциясының қарапайым сұлбасы бейнеленген. Бұл жақта 5 негізгі бөліктен тұрады. Біріншісі ол реактор. Бұл жақта ураннан алынатын энергия жылу тасымалдағыш, яғни су арқылы екінші бөлікке келіп, бұл екінші бөлік кәдімгі сұйықтан буға айналдырып, суды буға айналдырады. Осыдан екінші бөліктен шыққан булар үшінші бөліктегі турбинаға келіп, осы жақта ураннан бөлінген энергия арқылы турбинаның айналуына алып келеді. Осы турбинаның айналуынан бізде электр көзі пайда болады. Осы электр көзі электр тоғының генераторына жиналып пайдалануға беріледі. Ал қалған буларымыз төртінші бөлікке өтіп, бұл конденсатор. Бұл күйінен сұйық күйге ауысып, кәдімгі су пайда болады. Осы су қайтадан помпалар арқылы екінші жылу тасымалдағыш бөлікке келіп, қайтадан айналым процесі жүре бастайды. Өте жақсы. Тамаша. Тамерланға рахмет. Тамерланның жұмысына реакция көрсетеміз. Тамерлан, реакция көрсетеміз. Маған бағала. Дұрыс. Тамерланның жұмысын бағаламыз. Так, енді келесі. Так, көрейік келесі. Так, міне мұндай мүмкін болатын блоктарды жалғастырған мүмкін болатын вариантты нұсқаны көрсетіп боламын. Сонымен бірінші реактор болды, балалар, екінші жылу тасымалдағыш, үшінші турбина, төртінші конденсатор, бесінші электр, яғни ядролық энергияны, электр энергиясын айналдыратын генератор болып тұр. Так, түсінікті. Келесі. Мынау жұмыс істеу принципін түсіндіру үшін таңертең жіберіп қойдым мен бұны, балалар, сендерге. Енді құс-тұмсық әдісі арқылы жұмыс парақтарын өзара бағалайсың. Өйткені жұмыс парақтарындағы 3 тапсырманы бітірдіңдер. Тақтада балалардың тізімі тұр. WhatsApp арқылы бір-біріңе парақтарыңды жіберіп, бағалап жіберіңдер. Жарты 15 секунд берем, балалар. 15 секунд тезірек. Димаш Нұрайға жібереді, Нұрай Димашқа жібереді, Ермұхан Айзияға жібереді, Айзия Ермұханды бағалайды. Яғни WhatsApp арқылы бір-бірлеріңнің бағалау парақты нелеріңді, жаңағы жұмыс парақтарың бойынша, құс-тұмсық белгісі бойынша бағала. Дұрыс емес жерін, дұрыс емес жауап берсе, сызықша қой, дұрыс жауап берсе, құс-тұмсық қоя қой. Болғандарың реакция көрсете қой маған, болғандарың көрсете қой реакция. Так, дұрыс, біреу. Еркежан болды, Тамирис болды, тезірек. Айзия болды, келесі. Бәрі болды деп ойлаймын, келесі. Балар, атом электр станциясын пайдалану жөнінде жаңа бір свод талдау
көрсетіліп тұр. Яғни сендер бүгінгі алған білімдерің бойынша 230 бетті оқып болғаннан кейін, мына жерде атом электростанциясының мықты жақтарын, әлсіз жақтарын, мүмкін болатын мүмкіндіктерін және қаупін көрсетесіңдер. Яғни ағылшынша бірінші әрпі strange мықты, екінші әрпі weaknesses әлсіз, opportunities мүмкіндіктері, threats қаупы. Яғни атом электростанциясын осындай свод талдау арқылы қазір сендердің пікірлеріңді білемін. Жұмыс жаса, жұмысқа кірсе ғой. 15 секунд беремін. Мықты жағын айта кетсем болады ма? Болады. Кім жауап бергісі келіп тұр? Көтереміз қолыңды, көтереміз, реакция бер, жауап бергенде. Жауап бере аламын деген оқушы реакция бере ғой. Сұрайын. Так, міне жерде Сағи, Нұрғиса, Еркежан, Тамирес. Кезек-кезек жауап бере беріңдер. Нұрғиса бастайды. Мықты жақтарын. Біз атом электростанциясының мықты жағы ретінде оның қуатты энергия көздеген және өте тиімді екенін айта аламыз. Мысалы, тиімді жағын айтатын болсақ, ол дәстүрлі отын энергетикасына қарағанда көп ресурсты қажет етпейді, және де оның қатынасына қарай өте көп энергияны шығаратын тиімді станциялардың бірі болып саналады. Дұрыс, өте жақсы, пікіріңе рахмет. Келесі айта ғой. Адами және табиғи факторларға тәуелділігі және табиғи суды ластаулығы. Яғни сен әлсіз жақтарын айтып отырсың, әлсіз жақтарын. Қайтадан қайталай ғой, әлсіз жақтарын. Адами және табиғи факторларға және табиғи суды ластаулығы. Өте жақсы. Келесі. Қандай мүмкіндіктер бар АЭС-ті пайдалануда? Қандай мүмкіндіктер бар адамзатқа беретін? Айта ғой, Іңкәр. Пайдаланудың ұзақтығы. Дұрыс, ұзақтығы дұрыс. Сосын? Тағы да қосып кетсем болады ма? Болады, айта ғой. Мысалы, мүмкіндіктер жайлы айтатын болсақ, дәстүрлі отын энергиясын пайдаланатын электростанцияларындағы отын ретінде олар көмір және тағы басқа отын көздерін қолданылатынын білеміз. Бірақ қолданыста олар тек бір-ақ рет қолданылады, яғни көмір мысалы жанып кетеді дегендей. Ал атомдық электростанция жайлы айтатын болсақ, ол жердегі негізгі отын көзі уран-235 изотопы болып саналады. Уран-235 изотопы қолданылған кезде толықтай бөлінбеген жағдайда оны қайтадан тағы бір рет қолданысқа жұмсауға болады. Бұл оны өте тиімді электр көзін шығаратын дәлелдейді. Дұрыс, өте жақсы. Болады. Нұрғиса айта ғой. Оның тағы бір мүмкіндігі ол универсал станциялардың бірі болып танылады. Яғни ол электр станциясы ретінде қолданылуы мүмкін, немесе жылу су шығаратын станциялар ретінде қолданылады. Ой, тамаша, рахмет. Келесі қаупы балар. Қаупы. Айта ғой, Іңкәр, айта ғой. Қаупіне кез келген апат аймақтардың радиациялық залалдануына әкеледі. Дұрыс, яғни, дұрыс, ол жаңа Фукусимадағы дұрыс айтып отырсың, Чернобыль апаттарына жанындағы Ресей зоналарының барлығын алып кетті, радиациялық фоны өзгеріп неғып кетті, өте ұлғайып кеткен болатын. Рахмет, жақсы балар. Келесі, мен балар тақтаға назар аударыңдар, сендердің мүмкін болатын жауаптарыңды алдын ала жазып қойғанмын, мен осындай болатын шығар деп болжамдап. Естеріңе сақтаңдар, оқып шығыңдар, естеріңе сақтаңдар. Жақсы, жауаптарыңа өте рахмет айтамын, жақсы, өте тамаша. Енді балар, келесі кезекте жаңа сабақты әуе шары стратегиясына модельдейміз. Яғни бүгін сендер сабақты көбіне қолданып жүрміз әуе шары стратегиясын. Бүгінгі жаңа алған ақпараттарды әуе шарына модельдейміз. Яғни әуе шарында не болу керек? Бүгінгі сабақты модельде, бүгінгі жаңа алған ақпаратыңды әуе шарымен бірге алып кет. Шарымен бірге, және ода не болу керек? Кім жауап береді? Болады, бірақ балалар, сендердің алдарында әуе шары жатыр, бланкқа жасалынған қағаз, соған ручкамен жазып отыруларың керек. Жазып отыр және жауап беріп отыр. Айтуға болады, айта ғой. Мен өзімен бірге тізбекті реакция бөлген энергияны алып кететін едім.
әуе шарымен бірге, яғни әуе шарына жазып қоясың, соны. Келесі, жақсы, рахмет, келесі. Мен атом электростанцияларынан ураннан алынатын пайдалы электр көздерін алып кететін едім. Әуе шарымен бірге, так. Жоба табысты болу үшін, рахмет. Жоба табысты болу үшін оларда не болу керек, балалар? Болады, айта ғой. Жоба табысты болу үшін осы айтылған ақпаратты біз байланыстыра білуіміз керек. Яғни атом электростанциясы жұмыс істеу принципін және де тізбекті ядролық реакцияның әр бөлігін жақсы түсіне алуымыз керек. Дұрыс, өте жақсы. Шардың жоғарыға ұшуына не кідіртеді, балалар? Не кедергі болады? Үшінші сұрақ. Шардың жоғары, әуе шарын жоғары неғылуына, жылжуына жоғары қарай не кідіртеді? Не кедергі болады? Болады, Айша, айта ғой. Ядролық отынның массасы сындық массадан аз болуы, содан кейін тежегіштің болмауы. Дұрыс айтасың. Яғни сен ішіне кіріп кеттің, ядролық реактордың ішінде реакцияны тоқтатып тастайтын факторларды сыртқа жаза ғой. Айша, сыртқа жаза ғой, әуе шарының сыртына жаз. Тастап кетесің оны төменге қарата. Тағы да оған қатты жылдамдықпен ұшуға не көмектесе алады, балалар? Айта ғой. Айзия айтады. Айзия айтам дей ма? Айта қойыңдар. Қатты жылдамдықпен ұшуға не көмектесе алады? Айта ғой, Серік, айта ғой. Оған басқарылатын реакция және ядролық отынның бейбіт мақсатта қолдануы көмектесе алады. Дұрыс айтасың. Яғни ядролық отынды бейбіт мақсатта қолданады адамзат, және тізбекті реакция міндетті түрде басқарылатын болу керек. Өте жақсы. Шарды бағытына не шатастырады, балалар? Шарды бағытына не шатастырады? Менің ойымша, шарды бағытынан оның кейбір атомдық электростанциялардың істен шығуы. Дұрыс айтасың. Жақсы, рахмет, балалар. Айта ғой. Дұрыс айтасың, рахмет. Келесі, балалар, яғни бұл әуе шары, кешіріңдер, балалар, әуе шары арқылы сабақты біз қорытындыладық және кері байланыс жасадық бірден. Сондықтан келесі тапсырмаға кетейік. Балалар, бүгін шығармашылық тапсырманы мен кеше өткен сабақта Нұрайға бергенмін. Қадырова Нұрай, саған береміз тезірек. Балалар, Қадырова Нұрайдың несін фонын қарасаңдар, Біріккен ұлттар ұйымы деген жерде отырған сияқты, қараңдар, фоны сендерден бөлек. Сондықтан ол бір адамзатқа бір үндеу айтқысы келіп отырғандай. Нұрай, сенде сөз. Менің айта кететінім, ол Чернобыль апаты туралы айтайын дегенім. Яғни ол Украинадағы Чернобыль атом электростанциясында 1986 жылы сәуір айында АЭС-тің 4-ші энергоблогында апат болған еді. Оның нәтижесінде радиоактивті түтін аймақтан асып, оннан астам мемлекеттің 145 мың шаршы шақырым жерін ластады. Кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Оның зардабы қаншалықты ұзаққа баратыны әлі белгісіз қалып отыр. Кейіннен менің айтатыным, ол Хиросима мен Нагасаки атом бомбалардың тастауы. Ол негізінен 1945 жылы 26 шілдеде Ұлыбритания, ақш және Қытай үкіметі басшыларының атынан Жапонияға тізе бүгу талабы қойылған еді. Осыдан кейін ақш авиациясы 1945 жылы 6 тамызда Хиросима қаласына бірінші атом бомбасын тастады, ал сол жылдың 9 тамызында Нагасаки қаласына екінші атом бомбасы тасталған еді. Кейіннен бұл жерде Фукусимадағы болған апат. Ол негізінен жер сілкінісі мен цунамиден кейін істен шыққан Фукусима Дайичи ядролық станциясындағы радиация көрсеткішін үкімет жаңарта салысымен сақтық шаралар мен ескертулер күшейіп отырған еді. Негізінен ол ауаға, жерге және теңіз суына тараған радиация деңгейінің 5-тен 7-ге дейін жетуінің МАГАТ-ның халықаралық көрсеткіші бойынша дабыл қағатындай деңгей болып отырған еді. Менің айтатын негізгі мәселем, яғни адамзат, менің ойымша, осы ядролық қарудан және атом бомбаларынан бас тарту керек, себебі олар адамзаттың денсаулығына қауіп төндіреді. Дұрыс, өте жақсы. Нұрайдың мәліметіне, балалар, бүгінгі жауап берген мәліметіне, шығармашылық тапсырмасына не бере қойыңдар, баға бере қойыңдар. Так, міне барлығы смайліктерін қойып жатыр. Бас бармақты қойып жатыр. Кері байланыс кім айтады, балалар? Нұрайдың бүгінгі мәліметіне кері байланысты кім айтады? Айта ғой, кері байланысты. Кері байланысты кім айтқысы келеді?
Айта ғой Аружан айта ғой Тұрысбекова. Яғни Нұрай ядролық реакторларда ең ірі апаттар туралы айтып кетті. Олардың пайда болуына әсер ететін факторлар, сонымен қатар олардың келтіретін зияны туралы жалпы мәлімет айтып шықты. Өте жақсы, рахмет Аружан, беріп байланысыңа. Балалар, енді келесі тапсырмамыз сократив студентке кіреміз. Сократив студентке кіреміз. Қазір сол жерде тапсырма орындаймыз. Сократив студент платформасына тест жұмысын неғыламыз, орындаймыз. Так, мен шығып кетейін деп едім. Так, міне сократив студентке кірейік. Балалар, сұрақтар тұр, сұрақтарға жауап бересіңдер. 4 сұрақ, бір сұрақта жауап тұр. Кешіріңдер. Сократив студент платформасында жұмыс жасап жүрсіңдер, балалар. Кешіріңдер. Бастаймыз. Фамилияларын жазыңдар, қазақша жазыңдар, фамилия мен атыңды. 7 сұраққа жауап беріңдер. Міне 7 сұрақ тұр. Так, міне кетті. Темірлан, бастаңдар. Бастаңдар, яғни бүгінгі сабақ бойынша 7 сұраққа жауап беріңдер. Сократив студент платформасында. Дұрыс, араларында дұрыс емес жауап беріп жатыр. Жартысына жауап берді уже. Так. Іңкәр алда келе жатыр. Темірлан алда келе жатыр. Темірлан алда келе жатыр, балалар. Мұхашер Мұхан, Томирис алда келе жатыр. Және Сағияр алда келе жатыр. Бітті. Томирис бітті, 7 сұраққа жауап берді. Айзия, неге бастамай отырсың? Айзия, бастамай отырсың. Ерниязова, Аружан, бастамай отырсың. Не, балалар көбісі жауап берді, балалар. Тек бір сұрақ жауап бермеді. Ергешева Ақбота 4-ші сұрақтан кішкене қателесіп кетіпті. Оны келесі сабақта қарастырамыз. Ахметжан Нұрбеке 6-ші сұрақтан жауап берді қайтадан. Так, балалар түгелі жауап берді міне. Бүкіл балдарың тұр мына жерде. Яғни мониторингтің бұл мониторингті бірден жасайды сократив студент платформасы. Жақсы, балалар. Жақсы. Шығамыз. Так, енді балалар, енді аралдар рефлексиясы. Аралдар рефлексиясы, осы рефлексияны білесіңдер сендер. Кешіріңдер. Яғни рефлексия деген бір 40 минутта сен қандай іс-әрекетті үйрендің, қандай жаңа ақпаратты білдің, және қандай күйде отырдың, сезімің қандай күйде болды. Сөйтіп сен өзіңнің кемеңді осы аралға алып барасың. Шабыттану аралына, үрей аралына, сүйсіну аралына, сергектік аралына, қуаныш аралына, күту аралына, мүмкін белгісіздік аралына апаратын шығарсың. Көрейік, кәнекей. Так, бәрінде көк түс. Яғни көк түс қандай болды, балар? Сүйсіну, яғни қуаныш аралы болатын, е? Так, сары, Нұрғиса сары аралға. Шабыттану апай. Шабыттану аралы, өте жақсы. Яғни қуаныш аралы, сүйсіну аралына барыпты көбісі. Шабыттану аралына барған. Яғни бүгінгі сабақта сендер осындай аралдарға бардыңдар, өте жақсы. Көп оқушы, яғни балалардың көбісі, бір 15-16 бала шабыттану аралына, сергектік аралына барыпты, қуаныш аралына барған. Келесі балалар, үй тапсырмасы бүгінгі оқулықтан, физика оқулығынан 9-шы сыныпқа арналған 47-ші
параграфты оқисыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер соның артында. Және 231-ші бетте бір тапсырма тұр балалар. Яғни есеп тұр, сол тапсырманы орындап үйден жасап келесіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды, балалар. Сендерге көп рахмет айтамын. Қорытынды жасалды, кері байланыс жасалды, жаңа ақпараттар алдыңдар. Мен сендерге бүгінгі сабақты бағалап жіберіңдер, жалпы нелеріңді білгім кеп тұр. Өте жақсы, барлығыңа мен жүрекше сыйлағым кеп тұр. Сабақ өте жақсы өтті деп ойлаймын, өйткені барлық бала белсенді қатысты, тапсырмаға да белсенді қатысты, кез келген сұраққа да, модельдеу жағына да өте жақсы қатысып отырды. Яғни жаңа стратегияларды қолдандық. Рахмет сендерге балалар, сау болыңдар. Сау болыңдар. Рахмет. Сау болыңыз апай. Сау болыңыз апай.